Ғани Мұратбаев атындағы жеті гуманитарлық техникалық колледжінің студенті Загитова Мерей. Ербол Ақсәуле. Мен кәсіпкермін. Онлайн облыстық грант турниріне қыз жасауы, құрақ тігу бизнес жоспарымызды ұсынамыз. Бірінші басты құндылықтар. Біз клиенттің қандай проблемаларын шеше аламыз? Біздің ұсынысымыз несімен маңызды? Қарасаң көзің жауын алатын, тұтынсаң қажетіңді өтейтін бұйымдардың бірі құрақ көрпе. Сонымен қатар, сапалы қыз жасау біздің басты құндылығымыз болып табылады. Екінші, тұтынушылар сегменттері. Біз кім үшін жұмыс істейміз және біздің басты клиенттеріміз кім? Біздің ең негізгі клиенттеріміз олар ұзатылып жатқан қыздың ата-аналары. Немесе үйін қазақи нақыштармен безендіргісі келетін аналар болып саналады. Сонымен қатар біздің шет елдерден келген туристеріміз біздің бұйымдарымызға қызығушылық танытып, біздің тұтынушыларымыз болып келеді. 3. Өзара әрекеттестік арналар. Біздің клиенттеріміз құндылықтарымызды қандай арналар арқылы алғысы келеді? Қазір қандай арналар арқылы алып жатыр? Қазіргі таңда тікелей жарнама және әлеуметтік жүйе мобильді қосымшалар арқылы тапсырыс алып жатыр. Төртінші, клиенттермен қарым-қатынасымыз. Сегменттердің әрқайсысымен біздің қарым-қатынасымыз қандай? Олар біз үшін қаншалықты қымбат? Әлеуметтік желілер, таргетталған жарнамалар, бонус, акция, сату менеджерлер арқылы болады. 5. Кіріс ағыны. Біздің клиенттеріміз қандай тауарға төлеуге дайын? Әрбір ағынның жалпы үлесі қандай? Біздің тұтынушыларымызға сапалы, қолжетімді, қазақи нақышта өңделген дүниелер ұсынамыз. 6. Басты ресурстар. Негізгі құндылықтар құру үшін бізге қандай негізгі ресурстар қажет? Біздің тарату арналарымыз. Команда. Тегін жеткізу логистика арналары арқылы клиенттердің үйіне жеткізу. 7. Басты іс-қимылдар. Жұмыс істеу үшін бізге қандай негізгі әрекеттер қажет? Клиенттермен қарым-қатынас жасау үшін қандай негізгі әрекеттер қажет? Оларға серіктестерді және тұтынушыларды тарту. 8. Біздің серіктестер. Біздің негізгі серіктестеріміз қандай және біздің негізгі жеткізушілеріміз кім? Біздің негізгі серіктестеріміз, жеткізушілеріміз көтерме сауда компаниялар, дүкендер, менеджерлер. 9. Шығындар құрылымы. Бизнес модельмен қандай маңызды шығындар байланысты? Негізгі ресурстардың қайсысы ең қымбат? Негізгі ресурстардың мата және фурнитура. Қорыта келгенде, ерте заманда ата-бабаларымыз балалардың жиған дүниесінің басы бір болсын, жан басы мен мал басы құралсын деген мақсатта үнемі құрақ көрпені пайдаланатын болған.